Бұл жолбарыс ұрғашысының отбасыдағы ерекше орнын бір көрінісі. Күн суытқанда жолбарыс ұрғашысы жылыну үшін жай ғана аталғының ішіне табандарын қояды. Ал қарлы күндері тіпті оның арқасына жатып алады. Сібір жолбарыстары өте айбарлы әрі қаһарлы көргенімен, өз жұмының жанында аталықтары таңғарлықтай жұмсақ әрі сабырлы болады. Аталық жолбарысы ұрғашысынан әлдеқайда ірі және күшті болғанымен, нағыз айқаста оның жеңіске жету мүмкіндігі өте аз болар еді. Соған қарамастан, аталық оған жиі жол беріп, өте сақтықпен қарайды. Неліктен бұлай болады? Шын мәнінде бұл жануарларға тән табиғи түйсіктермен байланысты. Жолбарыстар әлемде жұп таңдау құқығы толығымен ұрғашысына тиесілі. Ұрғашы жолбарыс өзіне серік таңдаған кезде оған ерекше иіс белгісін қалдырады. Осы кезеңде оның гормондық жағдай өзгеріп, ол сезімтал, әрі эмоцияға бейім бола түседі. Қақтығыстардың алдын алу үшін аталық жолбарыстар әдетте сабыр сақтап, көбірек көнбестік танытады. Күнделікті өмірде олардың қарым-қатынасы өте жылы болады. Олар жиі бір-біріне жабысып ұйықтайды. Бұл осындай айбарлы жыртқыштардың да нәзік әрі мейірімді қырын көрсететін ерекше көрініс.